жарықты өшіріп, жақпышты жауып, қараңғы бөлмеде жасалады бұл авоскопия. Авоскоп алып қолға, яғни фонарикті алып, сәулесін тек қана жұмыртқаның ішіне түсетін дәрежеде қараңғы бөлмеде түсіреді. Сол доғал жағы және үшкір жағы болады. Доғал жағына түсірген кезде мынандай дақ сияқты бірдеңе пайда болады. Бұл ауа камерасы. Бұл кішкентай. Қаншалықты кішкентай болса, соншалықты свежий деген мағына білдіреді бұл деген. Және ішінде ешқандай лишний нәрсе жоқ. Бұның тамырланған, яғни шайқалып қалған, тұнып қалған ештеңе жоқ. Іші айдай жарық, яғни ауа камерасы ғана тұр. Қарындашпен сызып көрсетіп қойдық, міне домалақ, міне үлкен кішкентай домалағына жарық түсіп тұрған. Осы свежий жұмыртқа. Мынау орташа болады. Мынау одан төменгісі қақ ортасынан бөлінген ауа камерасы үлкейіп кетсе, осындай дәрежеде бұл енді болмайды. Жұмыртқа свежий емес деген сөз. Денсаулыққа зиян. Бұның да әдістері көп тексеретін, бірақ бұл авоскопия, яғни бізше түсінікті айтқанда УЗИ дейді, деп айтуға болады. Бұл құшылар арасында кеңінен тараған әдіс жұмыртқаның свежий не свежий екенін ажырату үшін. Міне осы үсті доғал жағы свежий деген мағынада, ортасы қақ ортасы міне не свежий деген мағына. Бұны үй жағдайына тексеріп көрсе болады.